Елім менің сан ұлттардың мекені, халқы үшін еңбек еткен еселі. Көшбасшымыз Нұр ағамыз кемеңгер, рух тәжі Абылайдың кешегі. Қазақстан ғажапстан арайлы, ынтымақтың нұр сәулесі тарайды. Сәулет өнер жетістігі астана, көркіменен тамсандырған талайды. Мақтанамын елім барда еңселі, әрбір ісі атқарылған ертегі. Басым дейіп сәлем берем баршаңа, көрерменге көзі ояу зерделі. Сарысу елі туған жерім байтағым, мақтанышпен жырға қосып айтамын. Кино даңқы Асанәлі өскен жер, дархан дала жайлауында арқаның. Шоқайдатқа ізі қалған киелі, бола білген әділ билік тірегі. Қобыз пірі атын алған ықылас, заман даусы шежіре күй жүрегі. Майкөт ақын жыр дүлдүлі атанған, абыройы биік тұрған қатардан. Мәдікейші сазгер болған танымал, Сарысу елі тұмары деп аталған. Қазақ қырғыз ана сүтін телемген, бағы жанған қайталанбас өнермен. Шәмші Ілия әнұрандар өскен жер, туған елдің мейіріміне бөленген. Басшылықтың тереңіне бойладым, ұжым жайын күнделікті ойладым. Ел қуантар жаңалыққа жаршы боп, жақсы істің қызығына тоймадым. Мектебімді гүлдендіріп шымектім, ойын тербеп, нақты іспен түлектің. Отарбаев ескерткішін жасаттым, ақыл ойым қалауымен жүректің. Қолға алдым бағдарлама бағытын, жемісті еңбек бірден берді табысын. Ауламызға субұрқағын орнаттым, айқындатып тазалықтың мәнісін. Облысқа депутат боп сайландым, туған халық діңгегіне байландым. Аманатын сенімменен арқалап, сайлаушының қамқорына айналдым. Өрнектедім ұстаздардың өмірін, бекіттіріп шәкірттердің сенімін. Мектеп ауыл айнасына айналды, ауылдастар жаулап жүрек сезімін. Бағаланып еткен еңбек бейнеті, маңдай термен жеңіс беріп зейнеті. Облыста бірінші орын алдық біз, жақсылықтың кең ашылып пердесі. Алдым сыйлық, құрмет мақтау қағазын, енгізетін еңбегімнің ажарын. Министрлік тарапынан берілген, дәл мен үшін ең үлкені бағаның. Нұр Отанның тапсырмасын орындап, партияның жүріп даңғыл жолындақ. Бірінші орын жеңіп алдық еңбекпен, атқарылған барлық істі мойындап. Келінімін Асанәлі ағаның, өнер жұлдызы көкке жанған дараның. Мақтанышы бүкіл қазақ халқының, тұмарына қас өнердің баладым. Келіп тұрмын бақты сынап талайлы, заманыма шуақ шашқан арайлы. Отан деген отбасынан басталар, шаңырақты тірегіне балайды. Мен анамын ұрпақ берген өмірге, ұялатқан зор сенімді көңілге. Алла берген екі ұлым мен қызым бар, қалтқысыз еңбек етер еліне. Ұстаздықпен бастау алды еңбегім, білім еккен салып жатқан өрнегім. Сан шәкіртті білім беріп ұшырдым, сана сақтау тәрбиелеп жүргегін. Ескерілді еңбегімнің баяны, жүрегімнің жылу нәрі аялы. Басшылықтың қолға берді тізгінін, білім менен қалыпта деп сананы. Біздің мектеп Отарбаев атында, үлкен құрмет көрсетілген асылға. Ұстаздарым ынтымақты ұжым боп, жүгінді білім, ғылым ақылға. Көтеріліп рейтингі мектептің, кең ашылып айдын жолы ескектің. Бір қалыптан айнымаяқ келеміз, жақсылықтың жапырағы көктептің.
Мақтанамын, болдым елдің қорғаны, соққан кезде желтоқсанның ойраны. Қарсы тұрдық темір құрсау аранға, жалын атып намыс оты бойдағы. Мектеп басшының кәсіби құзырлығы, басшылық қызметтегі жетістіктердің басшы шарты, басқару мен басшылықтың нәтижесі. Шәкіртке ұстаз болу ірілік, ұстазға ұстаз болу ұлылық дегендей. 2015 жылы мектеп басшысы ретінде инновациялық жұмыстарды жүзеге асыру барысында бірнеше авторлық бағдарлама, физика пәнінен механика, классикалық механика, физика және кеңістік, кинематика, электростатика, молекулалық физика және туған өлкеге саяхат атты тақырыптарында еңбектер жазылып, облыстық білім басқармасының 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдарымен марапатталдым. Республикалық өсімдіктер әлемі оқу-әдістемелік кешені ғылыми семинар практикумында мектеп үйлестірушісі ретінде өсімдік әлемі, өсімдік тану, гүлдер сыры, ағаштану тақырыптарындағы авторлық бағдарламаларды қорғап, 3-ші дәрежелі дипломдармен марапатталды. 2016 оқу жылында Республикалық білім КЗ журналына мектептегі барлық мұғалімдердің іс тәжірибелері шығарылды. 2016 жылы облыстық білім беру ұйымының іскер көшбасшысы байқауында 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. 2017 жылы Астана қаласында өткен Республикалық партия ұйымдарының байқауында жеңімпаз болды. Идрисова Дариға төрге шыққан төрағай номинациясымен марапатталып, жылдың қорытындысы бойынша ең үздік деп танылды. 2017 жылы елімді асқақтатқан ұлы тұлға облыстық ғылыми тәжірибелік конференциясында алғыс хатпен марапатталды. Мектеп басшысы мемлекетіміздің өркениетті даму саласының мектептегі насихатшысы. Ол өзінің ісімен де, сөзімен де, жүріс-тұрысымен де, мәдениетімен де, мектепте және мектептен тыс қоғамда тәуелсіз еліміздің эталондық бейнесі.